Күйеуім өкінішім. Әр адамның өзіне ғана аянышты өкініші болады. Менің де сондай бір өкінішім бар. Ол күйеуім. Оның жанаярлығы, жауапсыздығы, тек өз қара басын ойлайтындығы ашуымды келтіреді, ренжітеді, өкіндіреді. Өмірлік тәжірибемнен айтайын, адам бойындағы осы бір жаман қасиеттері өзгермейді. Жігіт таңдап жүрген қыздарға алтын сырға, өз басын ғана ойлайтын және жалқау адамнан алыс жүріңдер, әйтпесе мен сияқты өкінумен өтер өмірлерің. Мен бала-шағасына, жарына жаны ашымайтын әйелді кездестірмеппін. Олар той-томалаққа, қонаққа барса да үйіндегі балаларын ойлап отырады. Барған жерінде дастарханнан алма кәмпит сөмкесіне салып алады. Таң қалатыным, тіпті жеңіл жүрісті әйелдер де балаларын аш қалдырмайды. Қалайда балаларын асырауға тырысады. Ал еркектердің ішінде отбасы алдындағы міндетін білмейтіні, балаларын мүлде ойламайтыны бар. Әрине, небір нарқасқа отбасы десе құрбан болуға дайын. Бала-шағасын ешкімнен кем қылмау үшін еңбек етуден шаршамайтын ер азаматтар да жетерлік. Шаршап тұрса да әйелі мен балалары үшін тынбайтын отағасылары көргенде әуесім келеді. Сондай еркекті өмір бойы армандап өтетін шығармын. Менің Болат есімді көршім бар. Қаншама жылдан бері құдайы қоңсымыз. Ол азық-түлікті, ет, картопты өзі әкеледі базардан. Үйіне қонақ келетін болса да шаршап суды, жеміс-жидекті де өзі таңдап алып келеді. Екі ұлын жетектеп шаштаразға, моншаға апарып жүргенін көріп, әйелінің өміріне қызығам. Көршім Шырайға қызығатынымды айтқанымда, отбасының бүкіл шаруасын әйел өз мойнына асып алмауы керек. Мен әу баста жұмыстан қайтарыңда 2 килограмм картоп әкел, дүкеннен нан сатып ал деп жұмсап үйреткенмін. Басында шіріген ұрылған картоп әкелетін, оны да айтып ескертіп жүріп, таңдап алуды үйреттім. Сен де жұмса күйеуіңді үйренеді деп ақылын айтқан. Содан күйеуімнің қолына тізім жазып базарға жұмсадым. Таңертең кеткен күйеуім кешке кеп тұр. Алдынан жүгіріп шығып қолына қарасам түк жоқ. Азық-түлік қайда, ақша қайда демеймін бе, күйеуім ауылдағы бір танысымды көріп қалдым. Кафеге отырғызып жақсылап күтіп жіберін деп ыржиып тұр. Бала-шағаңның бір ай жейтін тамағы еді ғой, балаларыңнан сол танысың артық болды ма деп ұрыстым. Кейін арада 4-5 ай өткен соң тағы да жұмсадым базарға. Ақыл кірген шығар деп ойлағанмын. Ал ол азық-түлікке деп берген ақшаға шыттай киініп келді. Егер өзі тапқан ақшаға киініп жатса үндемес едім. Ол жұмыс істемейді. Бұрын жұмыс істеген, бірақ ол кезде де табысына өзі киініп, өзіне қажетті заттарды сатып алатын. Сенесіздер ме? Отандасқалы ол үйге 2 нан алып келмеген. Әлі күнге дейін дүкеннен нан әкелші десем, ақша берсей деп тұрады. Намыстанбайды, ұялмайды. Әбден беті қалыңдап, ұяты өліп кеткен ғой. Әйтпесе 12 мүшесі сау, қолынан көп нәрсе келетін. Қолы ұста еркек қой, бірақ жалқау, қырсықтығы да бар. Жұмысындағы біреумен сөзге кеп қалса болды, ол жерден шығып кете салады. Ұлы қыста күзгі аяқ киіммен жүрсе, әкесіне айтты, көрсетті, бірақ оған бәрібір. Шешеңе айтсаңшы деп міңгірлейді. Менің жалақым көп емес, 2 қызыма қысқы киім әпердім. Үйге азырақ азық-түлік алдым. Сонымен 1 айлық жалақым таусылды. Менің осы отбасыны сүйрелеп келе жатқанымды, кейде ауырып қалатынымды да көріп жүр ғой. Жаны ашса, жалақысы аз болса да жұмыс істер еді. Бала-шағасының киімін сатып әперуге тырысар еді. Тым болмаса өзінің күнделікті шегетін темекісіне ақша тапса болады ғой. Айта-айта шаршадым. Жұмыс іздеп жатырмын деп үйде жатыр. Ұятай, соңғы кезде студент баламыздан ақша сұрайтынды шығарыпты. Ол бала сабақтан шыққаннан соң кафеде жұмыс істеп, түнде шаршап келеді. Таңертең ерте оқуына кетеді. Өстіп жүріп тапқан ақшасын сұрауға қалай ұялмайды екен. Баласының қиналып тапқан ақшасына күйеуім Горилла Дизи деген энергетикалық сусындар алып ішеді. Бұндай әкеден, бұндай күйеуден не пайда? Оның маған ғана емес, балаларына да жаны ашып отырған жоқ. Неткен тасмейір еркек десеңізші.